Ассаламу Эльмир Қонғалиевна. Индер аудандық ауруханасында дәрігер-неонатолог және УЗИ мамандығы бойынша жұмыс жасаймын, УЗИ дәрігер ретінде. Жалпы дәрігер мамандығын, соның ішінде бала дәрігер болуды мен енді жалпы мектеп бітіргеннен кейін өзімнің жаңа қалауыммен, өзімнің таңдауыммен барып түстім. Алматы қаласындағы Асфендияров атындағы қазір ол университет, қазір академия, біздер кезімізде университет болды. Сонда жалпы педиатрия мамандығы бойынша оқуымды бітіріп, осы Индер аудандық ауруханасына жалпы дәрігер педиатр болып орналастым. Участковый дәрігер болып жұмыс жасадым 1-2 жылдай. 2 жылдан кейін осы перзентхана бөліміне неонатолог дәрігерге ауысу туралы басшылық жақтан ұсыныс түсті. Содан неонатология бойынша жаңағы білімді жетілдіруді Алматыдағы ол кезде усовершенствование врачей, қазір институт жаңағы непрерывное образование болып кетті ғой. Сол жерде білімді жетілдіріп, неонатолог мамандығын игеріп, 2000 жылдан бері қарай осы перзентхана бөлімінде дәрігер-неонатолог болып жұмыс жасаймын. 2015 жылы мына жаңағы қажеттілікке байланысты аудандық ауруханада жаңағы УЗИ дәрігері керек болғандықтан, біріншіден, екіншіден өзім жағынан қызығушылық болғасын, жаңа УЗИ мамандығын қосымша меңгергім келгендіктен, ол мамандықты тоже жаңағы алғашқы білім жетілдірумен 4 ай оқып келіп, 2015 жылдан бастап қосымша УЗИ жаңағы дәрігері ретінде жұмыс жасап жатырмын. Жаңағы УЗИ барлық жаңағы органдардан бөлек, қазір акушерстводағы үшінші скринингті жүргіземіз осы Индер аудандық ауруханасында. Жалпы ауруханада жасаған еңбек өтілім 25 жылдан жоғары. Соның ішінде жаңағы 25 жыл именно жаңағы перзентхана бөлімінде үздіксіз неонатолог дәрігер болып жұмыс жасап келе жатырмын. Жалпы енді аудандық аурухана бізде жаңағы көп бейінді ол есептеледі, многопрофильный. Біздер жаңағы неонатолог дәрігер болғанмен де, біздер жаңағы қабылдау бөлімінен бастап дежурствоға тұрамыз. Қабылдау бөлімінен бастап жаңағы әртүрлі жастағы балаларға көмек көрсете береміз. Соның ішінде жұқпалы аурулар бөліміне жаңағы бірге қараймыз, консилиумге, консультацияға қатысамыз. Жалпы енді көп бейінді аурухана болғандықтан біздерге бұл ауруханаға кішкентай баладан үлкен кәріге дейін түседі. Біздердің жаңағы ауруханамызда жалпы реанимациялық бөлім бар. Қабылдау бөлімінен басқа реанимация, терапия, хирургия, сосын жаңа осы перзентхана бөлімі. Перзентхана бөлімінің ішінде жалпы патология, беременных жүкті әйелдердің патологиясы, гинекология бөлімі және перзентхана бөлімі. Перзентхана бөлімі 7 койкеге есептелген. Енді 2025-тің 24 жылдың жылдық қорытындысы бойынша бізде 300-дей жаңа туған нәресте өмірге келді. Жаңа туған нәрестелердің енді основном бізде бірінші регионализация жаңағы бұйрығына сай біздің перзентхана бірінші деңгейге жатады. Дегенмен де біздер жаңағы облыс орталығынан шалғайда болғандықтан, 200 километр жерде орналасқандықтан, біздердің жаңа перзентхана бөлімінде әртүрлі қиын жағдайда туылатын жаңа туған нәрестелер болады, шала туған нәрестелер де болады. Жаңағы операциялар жүреді, кесіртілігі. Сондай жаңағы жағдайда реанимациялық көмектерді көрсетеміз. Шала туған балаларға, немесе денсаулығында кінәраты бар балаларға жаңағы алғашқы көмегімізді көрсетіп, жаңағы жағдайын қалыптандырып, сосын жаңа санавиация линиясын шақырып, облыстық жаңағы перинаталды орталыққа аударамыз. Соған дейінгі көмектер көрсетіледі. Жалпы еңбек жолымда қиын жағдайлар болмады деп айта алмаймын, өте көп жағдайлар кездесті. Соның ішінде бір қатты есімде қалғаны, іштен туа біткен ақаумен туылған бала жаңағы кесіртілігімен туылды. Ол бала және синдром Даунымен туылды. Одан бөлек бала анасының ішінде теріс келіп көлденең тұрғандықтан жаңа туған кезде операция кезіндегі травма алды бала. Сол жағдайда өте жаңа қиын жағдай болды. Хирургымыз бізде жалғыз операцияда тұр, акушер-гинеколог екеуі. Сонда мен қолыма жаңағы ине алып, баланың жаңағы кесіп кеткен, тіліп кеткен жерін тігуге тура келді. Сол жағдайда енді шынымен қиналдым, өткен мен өзім мамандығым хирург болмағасын.
бірақ енді Алланың көмегімен ол жерде балаға көмек көрсеттік. Ары қарай жаңағы Атыраудан санавиация шақырттық. Санавияцияның дәрігерлері келіп, баланың жағдайын стабильный қылып алып кетті. Дені сау аналар аз десем болады. Өйткені дені сау анадан дені сау ұрпақ дүниеге келеді демекші, бізде аналардың, соның ішінде жастардың денсаулығында қан аздық көп, әртүрлі жаңағы вирусный инфекциялар көп, социальный жағдайлар төмен мамаларыма. Сондықтан сондай аналарға айтар едім, немесе болашақ аналарға айтар едім, алдымен жаңағы баланы жүктілікті жоспарлы түрде көтергенін, жоспарлы түрде семьясымен, жолдасымен ақылдасып, жүктілікке дайындықтан кейін көтергенін дұрыс болар деп айтар едім. Өйткені қазіргі жағдайда бізде сол именно аналардың дені сау болмағандықтан кейін бізде аурушаңдық жаңа туған нәрестелердің ішінде көбейіп баратыр.